Salamatsızlar mı balalar? Salamatsız mı apay? Balalar, bugün biz taza su men gazdalgan susunun adam ağzasına faydası men ziyanın anықтап зерттейміз. Men bugün gazdalgan suмен taza sudan faydası men ziyanın көрсетемін. Бүгінгі зерттеу жұмысында gazdalgan suмен taza suға шар кигізіп, gaz мөлшерін анықтап көреміз. Кәне Алтынай, олай болса біз таза су мен газдалған суымызға шарымызды кигізейік, иә? Кәне бастаймыз ба? Бастайық. Аша қой. Аша. Шарды кигізейік. Енді газдалған суымызға кигізейік шарды. Ал, кәне. Нәтижесін айтып кететін болсақ, газдалған суда шар үрілді, ал таза суда үрілген жоқ. Демек, біз газдалған суды ішкенде де асқазанымыз үріледі. Келесі зерттеуімізді бастайық. Жұмыртқамызға газды сусы мен таза суымызды құямыз. Салайық. Бірінші жұмыртқамызға газды сусынды құямыз, иә? Екіншісіне таза суымызды құямыз. Енді 5 минут бақылаймыз. Уақытымыз өтті. Алып көрейік. Жұмыртқамызды, таза судағы жұмыртқамызды алып енді екінші жұмыртқамызды аламыз. Таза суымыздан шыққан жұмыртқамыз түсін өзгерткен жоқ. Ал зиянды сусыннан шыққан жұмыртқамыз қарайып кетті. Демек, газды сусымыздың ішінде бояғыштар көп екен. Су бізге пайдалы. Судың құрамында табиғи минералдар бар. Газды сусын ішкенше таза ауыз суын ішіп пайдаланайық. Көрдіңдер ме балалар? Біздің газдалған сусынымызда бояғыштар көп екен. Ол біздің денсаулығымызға зиян.